Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен тез арада дайындалатын витаминдерге толы салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге цветная капуста мен брокколиді жуып аламыз. Бірнеше қайтара салқын суға жуып, дәл осындай етіп турап аласыздар. Сосын суға 5 минуттай жақсылап отырып қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін суытып қойып қоямыз. Ендігі кезекте біз помидорларымызды тураймыз. Кішкентай помидорлар алғандарыңыз дұрыс. Дәл осы видеодағыдай етіп турап шығасыздар. Міндетті түрде рецебін қалдырамын, сол бойынша жасайсыздар. Енді салатный листті да турап аламыз. Міне барлығын дәл осылай етіп турайсыздар. Содан кейін біз тұздалған қиярларды, корнишондар аласыздар. Осылайынан етіп турайсыздар. Енді туралғандардың барлығын бір ыдысқа салып, кукурузды қосамыз. Сосын жәнегі суып тұрған цветная капустамыз бен брокколиді қосамыз, тұз қосамыз, бұрыш қосамыз, майонез қосамыз. Сосын жақсылап отырып араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын уже. Өте жылдам дайындалады. Және пайдалы салаттардың бірі. Дәл осылай сізде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Жасағаннан міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Не салатымызды дәл осылай етіп ыдысқа салып, дастарханға ұсынуға болады. Ал сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге сәттілік. Ас болсын.